Құрметті көрермендер, мінекей 420 шақырымда біздің Маңғыстаудың Көкмойнақ командасы келе жатыр. Бесеуі де түгел. Бүгін 22-сі 9 ай 2022 жыл. Сағат 9-дан 25 минут кеткенде осы жерге жетті. Енді бұйыртса 5 километрден кейін арнайы комиссия тұр. Аттарды суарады, шомылдырады. Бәге бесеуі де түгел келе жатыр. Мінекей Маңғыстау командасы Көкмойнақ шошыған зиратынан түсіп біздің мәреге жақындап келе жатыр. Қазір бесеуі де түгел. Алла бұйыртса бірер минуттан кейін мәреден өтеді 450 шақырымдық. Ay barakeldi. Hoş geldinizler. Мінекей келген уақыты 12:39. Көкмойнақ командасы 450 шақырымын бітіріп, қазір 460 шақырымда кетіп бара жатыр. Алда 500 шақырым күтіп тұр. Мінекей қазір тағы бір аттарға қуып жетіп, қазір олардан қуызды. Алда келе жатқан бесеуі. Вақтылығының алдардың осы аттың үстінде талай жылдан бері жүріп келе жатқан вақтылығының арқасында келе жатқан жайы бар. Көкмойнақ командасы бесеуі де кетіп бара жатыр. Басын бастап бара жатқан Аманұлы Әбіш деген ініміз, екінші кетіп бара жатқан Батырбек Сартай, Сартай. Үшінші кетіп бара жатырған Дәулетұлы Нұрсағын деген ініміз. Мынау екі көкбарист Руслан деген азамат Есенбаев, арғы көкте кетіп бара жатырған Ермағанбет Ербол деген. Мінекей Көкмойнақ командасы Маңғыстау облысының мәреден өтуге жақындап жатыр, 500 шақырым. Мінекей Көкмойнақ командасы 4 атпен өтті. Қазір бір атымыз аяғы ауырып жақындағанда жолдағы. Енді осы 4 ат